Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 4-ші сабақ 15-ші және 18-ші жаттығуларды орындаймыз. 15-ші жаттығу. Тыңда. Тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа торғай жемді жеп жатыр екен, үсті де кеуіпті. Мәтін Нығмет Ғабдуллиннен. Сұрақтарға жауап бер. Бақшаны кім аралап келе жатты? Бақшаны Омар атай аралап келе жатты. Екінші сұрақ. Ол нені көрді? Ол жусанның ығында бүрісіп отырған торғайды көрді. Үшінші сұрақ. Торғай неліктен Омар атайға шалтақтап қарай берді? Торғай тоңып, қорқып тұрғандықтан Омар атайға жалтақтап қарады. Төртінші сұрақ. Оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Оқиға күз мезгілінде болған, себебі жаңбыр жауып, ауа салқындаған. Әр сұрақтың жауабы болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құра. Тірек сөздер қатары: Омар атай, бақша, торғай, тоңды, қорықты, жаңбыр, күз. Міне осы тірек сөздер қатары. 16-шы жаттығу. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс. Дәлелдеуінде өйткені, себебі, сондықтан сөздерін пайдалан. Тыйым сөздер. Бұл тыйым сөздер табиғатты қорғауға үйретеді. Өйткені құстардың да өз тіршілігі бар. Себебі балапан басып отырған құсты атса, оның балапандары аш қалады. Сондықтан құстарды қорғау, табиғатты сақтау деген сөз. Шығармашылық үзіліс. 17-ші жаттығу. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір. Қоян ертегісі. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенем. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау, деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақал: ол қорыққанға қос көрінер. 18-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы, сұраққа жауап бер. Қанша сәбіз еді? Біздің үйде көжек көп, іштерінде өжет көп. Әсіресе бес көжек маған нағыз дос көжек. Бес көжекке достасқан сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші ал енді. Өлеңнің авторы Сұлтан Халиев. Көжек, өжет сөздерінің мағынасын сөздіктерден тауып оқы. Ал бірінші сұраққа жауап берейік балалар. Қанша сәбіз еді? Бала 5 көжекке әр қайсысына 2-2-ден сәбіз берді. Сонда 10 сәбіз. Соңында тағы бір сәбіз қалған. Сонда барлығы 11 сәбіз болған. Ал көжек, өжет сөздерінің мағынасы: көжек ол қоянның төлі, жас қоян, ал өжет қайсар, батыл.
деген мағынаны білдіреді. Ал балалар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар. Келесі видеоны көру үшін каналыма тіркеліп кетіңдер.